Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Құрметті мұсылман бауырлар, кішкене мына сауда жайлы өткенде бастаған болатынбыз. Сол сауда жайлы кішкене тағы да қозғап кетсек деп ойлап отырмыз. Бұл өте маңызды нәрселер. Кейбір кісілер енді мүмкін саудада жүрген адамдар ренжитін шығар. Енді Алла біледі, бірақ шариғатта бар нәрсе айтылу керек. Мынау бізде көп жігіттермен сөйлесіп жатамыз ғой. Проблемаларын айтып жатады, соның біреуі мынау. Біздегі болып жатқан нәрселерді айтайын. Мысалы үшін қараңызшы, мен бір кісіге барамын қарызға ақша сұраймын. 400 мың теңге бере тұршы деп. Мысалы үшін 400 мың теңге сұрайым. Ол алады да курс, енді шамалап айта берейік, курс сол кезде 400 болып тұрған екен. Ол алады да маған үйінен шығарады да $1000 береді. Мен қараңыз қалай кетіп жатқанымызды. Мен одан $1000 емес, мен одан 400 мың теңге сұрағанмын. Ал ол маған $1000 әкеп беріп тұр. Не дейді? Міне курс қазір 400-ден, мынау 400 мың теңге ғой деп береді. Осы жерде енді екі адам сөзбе сөз келісуі міндет болады. Қайтарар кезде мен саған, қараңызшы, мен одан теңге сұрағам. Ол маған 400 мың теңге беріп тұр, бірақ доллардың курсымен 400 мың теңге деп $1000 беріп тұр. Егер осы жерде сіз 400 мың теңгені алып кете салсаңыз, ертең қайтаратын кезде сізде проблема пайда болады. Ол қандай проблема? Ол жақында болған бізде біреулерде. Біреуден 400 мың теңге сұраса, ол $1000 береді. Ертесіне алады да доллар 600-ге көтеріледі. Бір аптаға жетпей. Енді мынау келіп, анау адамға 400 мың теңге берсе, ол айтады, мен саған 400 мың теңге емес, $1000 бердім ғой. Сен маған $1000 қайтарсайшы дейді да. Мынау айтады, мен сенен 400 мың теңге сұраған едім ғой. Түсініспеушілік қай жақтан басталған пайда болған көрдіңіздер ма? Ал енді дәл сол нәрсе, егер бұл курс, доллардың курсы түсіп кеткенінде, 300-ге түсіп кеткенінде, мынау 400 мың теңге апарып бермейтін еді. Ол енді $1000 берер еді да. Өйткені курспен біліп тұр 100 мың теңге ұтатын. Анау айтады, жоқ, сен менен 400 мың теңге алғансың, 400 мың теңге қайтар дейді. Көрдіңіздер ме, проблема қайдан болып жатқан? Негізінде мен одан 400 мың теңге сұрағам. Ол маған сол курспен есептеп доллармен берген. Осы кезде біз келісуіміз міндет болады. Мына долларыңды барда теңгеге айналдырып, маған теңге бер. Өйткені мен сенен теңге сұрап тұрмын. Ал доллармен беретін болсаң, онда нақты келісіп алайық. Ертең күні доллармен қайтарайын ба, саған теңгемен қайтарайын ба? Бұл міндетті түрде бұл сөз болуы керек. Өйткені ертең курс ойнайды ғой. Сол кезде ол айтса, жоқ, мен долларды есептеп жатқан жоқ, мен просто курс 400 болған екен, осылай беріп жатырмын. Егер ертең сен теңгемен қайтар десе, болды. Енді ол курс 600-ге көтеріліп кетсе де, 300-ге түсіп кетсе де, сіз 400 мың теңге бересіз. Ал егер маған доллармен бер десе, негізі сіз 400 мың теңге сұраған едіңіз ғой. О $1000 алып 400 мыңға айналдырып алдыңыз ғой. Бірақ ол доллармен бер деді ма, болды, сіз $1000 қайтарасыз оған. Ол 600-ге көтеріліп кетсе де, ол 300-ге түсіп кетсе де. Басында нақты бірақ қол алысып келісім шарт болуы керек. Шарт бұл. Бұл бізде болып жатқан проблемалардың көбісі осы. Даже біреулер базарда істейтін адамдар, біреуінен бір зат алады. Мынандай бір зат алады да, бір кез келген. Мынау дей салашы мен. Мынау затты мен біреуден алам. 10 мың теңге тұрады. 10 мың теңге тұрады. Мен оған айтам, мына затты бере тұрш, мен саған кейін әкеп берем, орнына қойып берем деймін. Сөйтіп одан мен аламда, бұл 10 мың теңге еді ғой.
ол 12 мың теңгеден сатып жіберем. Кейін бір аптадан кейін складына зат келеді да, барып алайын десе, ол зат складқа бағасы көтерілген 18 мың теңгемен келіп тұр да. Жақында сондай болды, баға көтерілді курсқа қарсы. Біз ана курс не істейді, біз байқұс, бізде ешқандай ерік те жоқ қой. Курс қайқа көтеріледі, біз де кете береміз. Курс түссе, біз де мәз болып қаламыз, әйтеуір доллардың бетіне қарап отырған байқұспыз ғой біз. Доллар көтерілсе, бүкіл наның да, суың да бәрі көтеріледі. Доллар түссе, бір әйтеуір адам құсап өмір сүріп қаламыз, әйтеуір. Сол сияқты доллар көтерілді да, мынау нәрсе 18 мың теңгеге көтеріліп кетті складтың өзінде. Ал мен оны ана көршімнен 10 мың теңгеге алып қайтып беремін деп 12 мың теңгеден сатып жібергем да. Енді одан 10 мың теңгеден алғам, енді 18 мың теңгеден алып қайтарып беруге жүрегім шыдамайды менің. Осындай проблемалар бізде өте көп болады. Одан кейін мына базардағы саудаларды көп көріп жатырмыз. Ренжімесін, ешкімге ренжімесін, бұл енді шындық деген ауыр келеді. Бәрібір айтып кетуіміз керек қой, айтуымыз керек қой. Ертең бәріміз өлеміз ғой. Өлгеннен кейін Алланың алдына барған кезінде сұраламыз. Біліп тұрып неге айтпадың деп сұраламыз. Мен өзімнің көзімнен көрген, ана естігендерімді емес, көргендерімді айтам. Мына мал алып сататындар бар. Мал алып сататын, малмен айналысатындар бар. Енді басқа әр қалада өз мал алып сататын базарлар бар ғой, біздің елімізде, біз жақтағы мал алып сататын жер ол қай жер? Қалада бар, Қарабұлақта бар. Сол жерде көрген нәрсемді айтайын. Бір жылқы, Россиядан жылқы алып келеді, анығын айта берейін. Россиядан жігіттер жылқы алып келеді. Сөйтіп соқ базарға кіргізеді да қораға қамайды. Қораға қамайды. Ол қорада тұра береді. Сөйтіп енді сол базарда алып сатарлар қорадан малды біртіндеп алады да, реализацияға ақшасын мынаншадан берем деп келіседі да, мына жаққа шығарады да базарда сата бастайды. Қалай сатады? Мынау жылқыны бірінші алдаудың бірінші түрі бұлардағы. Бұны әти айтып жатырмын, жігіттер, бұл харам жеп қалма, ертең бала шағаңды осы хараммен бағып қор болып қалма деп айтып жатырмын. Олар жылқыны қойып қояды да айтады. Міне жылқы, қайықтың жылқысы. Қайықтың жылқысы десе, Төле биден келген, Ленгірдің жылқысы, не болмаса Машаттың жылқысы, Талаптың жылқысы, Түлкібастың жылқысы, өзім баққам, өте керемет деп орыстан келген жылқыны Түлкібастың жылқысы деп сатасың ғой, саудаңда адалдық жоқ. Осы сенің бір жерің тесет. Біріншісі. Екіншісі, бұлардың қулықтарын айтайын. Ақыры енді болып жатқан нәрсе ғой, біле жүрейік. Жылқыны моман қылып қояды. Бір адам жылқы алады. Базарда тұрса ана жылқы момын, тақуа жылқы болып тұрады. Үндемейше. Сөйтсек оған жаңағы анау димедрол ма укол ұрып қояды да. Ол момын болып тұра береді. Базарға әкеге біреу сатып алады оны мәз болып, жылқы қылам деп, үйге әкеледі. Ертесіне азанда жақындаса айналдырып тұрып тебеді ғой. Жақындатпайды. Сөйтсе ана дәрінің күші кеткен де өзі. Бұл арам ақша жеп жатырмыз. Жігіттер, арам ақша жеп жатырмыз. Бұл дүниедегі мақсат көп тауып, ішіп жеп өлу емес қой. Адалдық, бала шағаны адалмен бағу, адам боп өмірге. Абай атамыз не дейді? Дүниеге адам боп келгеннен кейін қалай надан болайын дейді ғой. Адам боп келгеннен кейін өмірде адам құсап өмір сүріп, адам боп өту емес пе? Біздің ауылдың бір көкеміз, сол тағы бір қулығын айтайын. Бір көкеміз бұзаулы сиыр сатып алып келеді. Сөйтсе сол базарда тұрған жаңағы алып сатарлар бір бұзауды алады. Мына жақтан бір сиырды алады да, екеуін бұзаулы сиыр деп қосып сатады екен да. Бұл болған, валлахи болған біздің ауылда. Бір кісі алып келген. Оның алған адамы да таныс адамнан алған. Бұл қазір базарда таныстан сауда жасау қиын ғой қайтаға. Бұл таныс ғой, шақа кетпейді ғой дейді, ұрып жібереді ғой. Сөйтіп
Бұзаулы сиыр сатып алады да, үйіне келсе, ана сиыр бұзауды сүзіп жаратпайды ғой, жақындатпайды. Сөйтсе екеуі негізі екі бөлек екен. Осылай алдап сатылып жатыр. Және біреуі бір сиырды алайын деп жатыр, бір кісі қараса, анау емшегінен сүті атқылап тұрды, анау үлкен болып. Не деген сүт? 10 литр сүт береді, анау кәс саусан кәс шығарады деп. Сөйтсе, ол сиырды 2 күн саумай дайындайды екен ғой. Ана емшегі, байғұс емшегі тызылдап, ол да қиналып кеткен шығар. 2 күн саумай дайындайды екен. Оның жаңағы емшегі үлкен болып ісініп тұрады ғой. Сол кезде базарға алып барады да, мені мынау сүтті аямай береді. Мәз болып аласың. Бір сауасын 10 литр береді. Ертесіне қарасаң, кәдімгідей 3 литр беріп тұрған өзіміздің үйдегідей сиырды. Бұл базар, ағайындар, ақыретіміз үшін өте маңызды нәрселер, бұл нәрселер. Мен сол елде жүрген кезінде жаңағы базарда жылқы алып сататын досымыз бар еді. Соның қасына барып жұмыс істеп көрейін дедім. Бір қызығын айтайын. Болған нәрсе ғой. Досым бар, Қарабұлақта мал сататын. Содан жаңағы Россиядан келген жылқысы тұрады, қамаулы. Мен айтып жатырмын, не істейін мен? Ішінен алыңыз да, любой біреуін ал да, шығып сата бер. Маған 200 біреуін көрсетті, маған 240 мың берсең болды дейді. Мен жаңағы бір жылқыны алып шығамын да қойып қоям. 250 мың деймін. Мына делдал дегендер бар ғой. Мына делдалдарды айта кетейін. Құдайдан қорықпаса, бұл делдал деген. Бұлар ертең ақыретте үлкен азапқа душар болады. Делдалдар базарда жүрген. Жаңа бір жағымен келісіп алып, қазір мен мына бір адамды алып келем. Сен мынандай деп айтасың. Мен қолыңды кесіп жіберем да мынаншадан деймін, мынаншасы менікі деп жаңағы анау. Делдалдар да делдалдар. Өтірік баға шығарып жүрген болатын болса, онда білбасын. Олар ақыретте жауап береді. Делдал. Екі жаққа бірдей қарау керек. Делдалда туысқан болмау керек. Не дейді қазақ? Тура биде туған жоқ дейді. Туғанды биде иман жоқ дейді. Делдал деген бір жаққа бұруына болмайды. Екеуіне бірдей разы болатын, екеуі де разы болатындай нәрсені жасау керек. Сөйтіп мен жаңағы жылқыны алам. Ол айтады, мына жылқы маған 240 берсең болды дейді. Мен сауда жасап көрмегем, жылқы сатып көрмегем. Апарып шығарып байлап қойғам. Мен айтам 250 мың теңге деп бастаймын ғой. 250 мың. Біреулер келеді. Қанша деп жатсыз? 250 мың. Қаншаға бересіз? Мен айтам 245-ке берейін десем, жаңа делдалдар келеді да қолыңды алып, осымен ақылдаспайды ғой, сен бүйтіп қолыңды алып алады, ана екеуміздің қолымыз байлайды да, өзімен саудаласып жатыр. Ал енді екеуіңді разысың ба? Разы бол. 210 мың деп қолымды сілкейді ғой. Сол мен айтып жатырмын, тоқта бауырым, мен бұл жылқыны 240 мыңға алдым. Мен бұны саған 250 деп жатырмын, 245-ке беремін, 5 мың теңге маған қалады десем, болды онда дейді да, қолымды алады да, сілкіп алады да, енді бұйырған болады енді. Ал 220 мың кетті деп сілк. Денің солмады, тоқташы сен. Мен саған айтып жатырмын, қайтадан айтып жатырмын. 240 мыңға алдым. 250 деп жатырмын. 245 мыңға сатсам 5 мың теңге мен көремін. Бұл орыстан келген ат. Шындығын айтып сатып жатырмын. 5 мың теңге мен көремін. Десем, енді сауда деген сондай, бірде ұтасың, бірде ұтыласың. Қолымды алып сілкіп қайтадан бүйтеді. 220, мен айтам 225 дейді. Мен кет жарсың. Адам қаныш біттің ғой. Мен саған не айтып жатырмын? 240 мыңға алдым деп жатырмын ғой. Егер өтпесе түске дейін тұрам, өтпесе қайттан қамай салам. Саған 225-ке беріп 15 мыңға минусқа кеткенше, мен оны артына кіргізе салып қайтадан өзіме қайтпайым ба мен деп жатырмын ғой. Сөйтсе, мен саудада бірде ұтасың, бірде ұтыласың. Енді обязательно ұтылу керек па? Ұтылмай ақ орнына қоясам ше. Сөйтсем, менімен бірге сол қорадан қасымда тұрған адамдар 4-5-ін шығарып сатып жүрген ғой. Сөйтсем, не істейді екен? Біздің халықта қызық қой өзі. Шыныңды айтсаң өмір алмайды екен ғой. Құлақтан тебу керек екен ғой, сол кезде алады екен. Жаныма шығарады біреу жылқын. Тура қасымда тұр сол қорадан шыққан жылқылар. 270 мың. Ой, мықты, өте момын. Мынау Түлкібас ауданынан келген жылқы, өзіміздің қолдың малы. 250-ге берем. Анау 250-245-де сатып отыр. Сөйтсек, алдау керек екен ғой.
алдасақ өтеді екен ғой бұл сауда дегенше. Шыныңды айтсаң өтпейді екен. Россиянікі десең алмайды да, бірақ Россияның малын жа местный деп сатса, екеуінің түрі бірдей көрініп тұр да былайша. Алады екен. Содан сол жылқыны менде түске тамам бір қария кісі келіп алды. 245 мыңға алды. Сол айтты. Мен сенің атыңа қызықты тұрған жоқпын мен. Мен сенің мына жерде 2 сағат тұрғанын көрдім. Бірақ сенің сол шындықты айтып тұрғаның, мен сенің сол шындығың үшін мына жылқыны алам. Мен мұның Россияның екенін біліп тұрмын. Мен негізі местный жылқы іздеп келгем. Бірақ сен сол шындығыңды айтқаның үшін мен сенен осыны алам деп та 245 мыңға алды. Сөйтіп 5 мың теңге көріп, ішіп жеп қойдық оны тағы. Жалпы солай 5 мың теңге тауып қайтқанмын. Бірақ сол кезде байқағаным, сол базарда бір 2-3 рет, бір 4 рет шығып байқағаным, базарда өтіріксіз сауда болу қиын екен. Бұл өзіміз солай үйреніп қалған екенбіз ғой. Біріншісі, орыстың малын біздің мал деп сатады. Өтірік. Одан кейін бұзау мен сиырды қосып, бұзаулы сиыр деп сатады. Ол да өтірік. Қысыр малды буаз деп сатады. Ол да өтірік. Тентек малды, асау малды укол салып, момын қылып қояды да, жуас деп сатады. Ол да өтірік. Айналайын ау. Ертең ол үйіне барғаннан кейін біреуді теуіп өлтірсе жауап бересің ба? Әйтеуір көп жесек болды ма, бордақы ұқсап біз көп жесек болды ма, адал, арам деген бізге қызық емес па? Бұны енді Қарабұлақтың саудагерлері жек көріп кетпесін. Бауырым деп айтып жатырмын. Бұл қай қаладағы болса да мал сататындар, бұл бар ауру бұл. Бұл өздері мойындайды, бұл аурудың бәрі бар аурулар. Малды алады, ана алып сатарлар бар ғой, мен мысалы базарға малды апарсам, есікке кірмей жатып сатып алады олар. Ішке саудаңды көрсетпей тұрып, іштен есіктің сыртынан сатып алады. Сөйтіп ішке кіріп сатқан кезінде мейлі алып сата бер, проблема жоқ ода. Бірақ ішке кіргізгеннен кейін проблема сол, өзімнің малым деп сатады ғой бұл. Өзімнің малым. Өте жуас. Қададан алып келдім деп өтірік. Ал өтірік бұл. Мұсылмандар өтірік айтпайды ешқашан. Мұсылмандар қорқақ болуы мүмкін. Мұсылмандар қызғаншақ болуы мүмкін. Бірақ мұсылмандар өтірік айтпайды ешқашан, бауырлар. Сол нәрсеге мән берейік. Ал енді үйдегі берекет жоқ. Көп отбасыларда берекет жоқ. Құдайдың құдіреті, ұрыс, керіс, әйтеуір жанжал, басқа, әйтеуір бір нәрсе болып жатыр, бірақ үйде береке қашып кеткен. Соның бәрі неден? Соның бәрі сенің дұғаңның қабыл болмағанынан, дұғаңның қабыл болмауының бірінші шарттарының бірі тамағыңнан өткен арамның әсерінен, балашағыңа берген арам тамақтың әсерінен. Әйелің жеген ол арам тамақтан, балашағаң өзің жегесін. Біреуіңнің дұғаң қабыл болуының, не дейді, дұға қабыл болуының шарттарының біріншісі құлқыныңнан өткен тамақтың адалдығына қара, ықыласыңа қара, сеніміңе қара деген сияқты. Біздің жеп жатқан тамақтарымыз арам табыспен келіп жатқаннан кейін қандай үйде береке болсын. Қанағат деген бар ғой, бұл үлкен байлық. Байлық ол дүниенің көптігі емес, қанағаттың көптігі.